Авропа бірлігі Меджлис рейсі Рифат Чубаровқа Ишгалжилер махкемесі чықарған үкімні танымай. Бұл ақта Авропа бірлігінің тыш меселелері бойынша мислиятчысының биянатында айтыла. Биянатта Украинаға айыт олған Ахмеджет шерінде сөзде Русия махкемесі Меджлис рейсіне 6 yıllık хапыс муддеті ве пара жазасына белгіледі. Авропа бірлігі Русия тарафından не Қырым ишгалына, не де бұл қанунсыз үкімні танымай деп қайд етілген. Авропа бірлігінде Чубаровқа низбетен шығарылған үкім оның ақлары бозылғаны ве Қырым татар халқы ишгалжы акиметі тарафından басқыға ұғратылғанынан да бір избаты деп білдірділер. Ишгалжилер ФСБ тарафından öldürülген Набир Рахимовның жесетіні дефен етмек үшін аля да бермей. Қырымдаки Русияның таққат комитетінің бөлігі мерхомның Омар арқадашы Сахиба Бурханованың адвокаты берген сұрабына таққат экспертизасы аля да девам етмекте деп жауап берген. Бұны Қырым бірдемлігі хабар еті. Санки дерсін экспертиза бір ай яда ондан зияде девам ете біле. Эвел, ишгалжилерінің таққат комитеті Рахимовның жесетіні бір қач күн ішінде қайтармаға ишандырған еді. Ама Қурантанын танышлары айтқанына көре, оны өлдірместен евел азапларға оғыратқанларына гізлемек үшін жесетіні аля да қайтармайлар. Если тело дадут, это все будет видно, что с ним делали. Оказывали он сопротивление, или же его над ним, грубо говоря, принимали насильственные действия, применяли. Только в этом я вижу причину. А так, если бы они только застрелили бы его, их версия как бы готова, они были, знаете, хоронить своего, сказали бы. А так и на теле много есть свидетельств их деятельности. Русияде қачақ статус олған Өзбекистан ватандашы Набир Рахимовны ФСБ хадимлері майысының 11-інде Ахмеджет живарындаки Дубки қасабасында яшаған евде санкедерсін қаршылық көстергені үшін атып өлдірді. Ишгалжилер махкемесі Омар арқадашы Сахиба Бурханованы Өзбекистанға сұрғын етмек қарарыны шығарды. Екі чағына етмеген баласыны ишгалжилер аля да қыдырмақта. Тапсалар оларны бала евіне ерлештірежеклер. Майыс айы девамында Қырымда Русия ордусында қызмет етмектен вазгечкенлерге қаршы 16 жинай дава башлатылған. 6 инсанға низбетен ишгалжилер махкемесі үкімді шығарап етіштірген. Бұны Қырым Ақ Қорчылайжы группасы хабар етті. Ақ Қорчылайжылардың мәліметіне көре апрелінің сонына бөле 218 дава бар екен, 199-ы енді бақылған, 19 дава да ишгалжилер махкемесінде бақылмақта. Қырым Ақ Қорчылайжылары хабар еткеніне көре ишгал етілген территория сакинлері Тежавузжы девлетінің ордусына желіп етілмесі ве қызмет ету тешвихаты женк девамында барышық инсанлар қоршаланмасына бағышланған 4-ші Женева конвенциясыны бозмақта. Арби қызметке алынғанларынан Русия территориясына кешірілмесі де халықара құқығының бозылмасыдыр. Росія має залишити Україну в спокої та повернути окупований Крим. Такі червоні лінії має окреслити президент Сполучених Штатів Джо Байден на саміті з Владимиром Путіним 16 червня. Про це заявив сенатор від республіканської партії Роб Портман в інтерв'ю українській службі Радіо Свобода. Американська делегація під час візиту до Києва мала зустрічі з президентом Володимиром Зеленським, очільником МЗС Дмитром Кулебою та міністром оборони Андрієм Тараном. Крім необхідної військової допомоги обговорили порушення прав кримських татар в окупованому Криму. За словами сенаторів, російська агресія проти України обговорюватиметься і на зустрічі Байдена з Путіним. Що стосується українського питання, тут усе дуже просто. Дозвольте Україні бути суверенною, незалежною та вільною країною. Поверніть Крим. Росія незаконно анексувала Крим. З цим фактом згодна вся міжнародна спільнота, крім Росії. Январь айындан берлі жебеде илкере барышық Русия незаретінде ұлған женкеверлер кечкен күндевіманда Украина арбелері позицияларына тешке тұтмаған. Украина телекеслік қызметінің истихбаратқа қаршы бөлігі сөзде ДНР террористлерінің агентіні тұтқан. Обірлешкен миллетлерге яқын олған жема тешкілят азасының весиқасынен юре екен. Донец сакины Русия мақсус қызметшілерінің бұйрықларына бежерген. Украина телекеслік қызметінің арби құветлерінің истихбаратчылар вес сыңыржылар ерлешкен ерлері аққанда мәлімат топлап душманға бере екен. Бұнен бәрібер Украина арбелері ве техникасы ерлеріні деңіштіргені аққанда мәлімат топлаған. Яқыланғанына террористік тақым құрмасында қаба атлап, апске алдылар.
Welcome to the National Museum. Киевдеки Голодомор музейі яңа Украина рекордына айрышты. Музейде 34 тілде музей экспозициялары аққанда тариф еткен аудиогид ишке түшірілді. Олар арасында Қырым татар тілі де бар. Національний реєстр рекордів України цим сертифікатом засвідчує встановлення рекорду України. Найбільша кількість мов музейного аудіогіду – 34 мови. Dalla carestia artificiale negli anni Лиха üzerinde 1,5 yıl çalışkanlar, metinler tercüme etilmesi ve ekskursiyalар seslendirilmesi ile gönüller, cemaat teşkilat azaları ve elçilik hadimleri uğraşkan. Böyle audiogid teşkil etmek gayesi çoktan peyda olgan. Çünkü chet el turistlerinin eposu ekskursavod tarif etkenini anlap olamay. Кілька років назад у нас така сталася ситуація, що у нас були гості з Кенії, офіційна делегація, і ми зрозуміли, що 12 представників делегації не отримали потрібної інформації, взагалі не отримали ніякої інформації, тому що вони не англійською екскурсія була, а вони не володіли англійською. І тоді в нас виникла ідея, що музей Голодомору має бути доступним для кожного відвідувача, для кожного громадянина нашої країни, для кожного гостя нашої столиці. Ekskursiyani böyle alet kullanıp dinlemek mümkün. За переліком вибираємо одну із цих 34 мов. Перша мова, звичайно, українська. Є коротка екскурсія, є оглядова екскурсія, яка там на 40 хвилин. Тут вказується, з якої локації, в яку переходити, тобто не виникне там труднощів, куди йти, як рухатися. Все докладно коментується. Böyle çok tillerde audiogid tek Ukraina için değil de dünyada bile sirek rast gele. Misal olarak Vatikan'da ekskursiyalar 38 tilde teklif etili. Keçken kun devamında Ukraina boyunca 2600 yangi koronavirus hastası belgilendi. Onlar arasında 122 bala ve 126 Tibet hadimi. En çok hasta Kenede Kiev'de kaydetildi. Zaporojye, Dnipropetrovsk ve Lvov vilayetlerinde tahminen 185'er hasta kaydetilgen. 1000'den ziyade insan hastalık ağırlaşması neticesinde hastahanege düşken. 102 hasta Çin virusuna yengip olamagan. 10.000'ge yakın evvel hastalangan insan tüzelgen. İşgal etilgen Kırımda 101 insanda Çin virusu tasdiqlangan. 70 kişi hastahanege düşken. 5 kişi hastalık ağırlaşması neticesinde vefat etken. 90 insan tüzelgen.